Қайырлы күн достар. Бүгін біз 2021 жылы хит болып жатқан бенто тортының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге керекті құрал-жабдықтар бұл бал, сода және жұмыртқа, май, 82% қант және ұн. Ең алдымен жұмыртқамызды, балымызды, майымызды, қантымызды барлығын салып алып, араластырып, микроволновкада ерітіп алатын боламыз. Микроволновкаға салған кезде қарап тұрыңыздар, күйіп кетпеуі қажет. Одан кейін содамызды салып, ұнымызды 2 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Өте сұйық та емес, қатты қою да емес, біркелкі масса болғаннан кейін пергаментный бумагаға бір тегіс етіп жайып шығамыз. Бір жері жұқа, бір жері қалың болып кетпеу керек. Бір тегіс болғаннан кейін 180 градуста 10 минут пісіріп алатын боламыз. Дайын болған тестамызды суға қоямыз. Достар, екінші бенто тортымыздың бисквитін пісіруге бізге қажеттісі жұмыртқа, қант, сүт, какао, разрыхитель, 82% майымыз және ұн. Ең алдымен жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамыз бен қантымызды араластырып аламыз. Одан кейін сүтімізді қосамыз. Майымызды саламыз. Барлығын біркелкі етіп араластырып, үстіне разрыхителімізді, какаомызды қосып аламыз. Одан кейін ұнымызды 2 бөлікке бөліп саламыз. Тестамыз қатты қою болып кетпеу керек. Дайын болған тестаны пергаментный бумагаға салып, бір тегіс етіп жайып аламыз да 180 градуста 15 минут пісіріп алып, суытуға қоямыз. Бисквиттарымыз біркелкі болып суығаннан кейін домалақтап кесіп аламыз. Дайын тұрған бисквиттарымызға крем жасауға кірісеміз. Бізге қажеттісі творожный сыр, сахарный пудра және сливки. Барлығын миксерде қосып, миксерлейтін боламыз. Дайын болған кремімізді тортымызға бір тегіс етіп жайғып шығамыз. Бенто тортымыз өте кішкентай болғандықтан бір тегіс етіп жан жақтарын барлығына ішкі кремді пайдаланып жағып шығамыз. Одан кейін екінші бисквитімізді жинауға кірісеміз. Бұны да тура сол қалыпта қайталаймыз. Бірінші слой бисквит, екінші слой крем. Барлығын осылай жағып, тортымызға сыртқы кремін дайындайтын боламыз. Мен әртүрлі сұйық красительдерді пайдаландым. Осы красительмен тортымыздың сыртын қаптайтын боламыз. Және де әртүрлі оформлениелерді өздеріңіздің қалауларыңызбен жасасаңыздар болады. Біздің бенто тортымыз дайын болды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.